Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге осындай қаттама нанның рецептісімен бөлісемін. Жасалу жолы өте оңай. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі жылы сүт, жылы суымызды саламыз, қантымызды, тұзымызды, бір чайный ложка және дрожжымызды қосамыз, сұйық майымызды құямыз. Массамызды жақсылап араластырып аламыз. Осы массамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды екі бөліп қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Осылай жұмсақ етіп қамыр иледік. Мен қамырды 10 минуттай иледім, ие қансын деп. Енді осы қамырымызды тындырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Бойына алып тұрған қамырымызды 4 бөлшекке бөлеміз. 4 бөлшекке бөліп, тағы да күлше жасап, 15-20 минутқа тағы да тынықтырып қойып қоямыз. Салмасын жасаймыз. Салмасына мен бір пиязды турап қосамын. Пиязымызды жақсылап майдалап турап аламын. Көк пиязымызды да осылай ұсақтап турап аламыз. Пияздарымыздың үстіне азырақ тұз себеміз және араластырып қоямыз осылай. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымыз бойына алып тұрған өте оңай жайылады. Барынша жұқалап, әдемілеп жайып аламыз. Осылай жұқалап жайдық, мінекей. Енді осының үстіне, сары майымыздың үстіне кішкене сұйық май қосамыз. Және осы майымызды араластырып, қамырымыздың үстіне құйып, тегістеп жағып шығамыз. Жақсылап жағып алдық. Енді пиязымызды үстіне сеуіп, барлық жеріне жеткізіп, жайып шығамыз. Соң оқтаудың көмегімен осылай ораймыз. Және осылай ортасынан кесіп аламыз. Оқтауымыздан қамырымызды шығарамыз. Және тағы да ортасынан кесетін боламыз. Кескен қамырымызды видеода көрсетілгендей қарап ораймыз. Екі қамырды біріктіріп осылай орап шығамыз. Және үстінен кішкене нығыздап басып, тоңазытқышқа бір жарты сағатқа қойып аламыз. Сары майымыз кішкене қату керек. Және тоңазытқыштан шығарғанда осылай сразу пергаменттің үстіне бірден қойып, мен қолымның көмегімен осылай жаямын. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан қолымызбен осылай жайылатын болады.
қызып тұрған духовкамызда 200 градуста 30-35 минут осылай пісіріп аламыз. Өте дәмді шығады, жұмсақ болады. Көк пияз бен сары майдың иісі өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.